тақырыбы бойынша білімімізді толықтырамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаттарымен танысайық. Мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. Дара және күрделі етістіктерді анықтау. Енді балалар, өтілген тақырып бойынша есімізге түсірейік, миға шабуыл жасайық. Етістік дегеніміз не? Дұрыс, балалар, етістік заттың қимылын білдіреді. Етістіктің түрлерін атап беріңіздер. Етістіктің дара және күрделі түрі болады екен. Дара етістік дегеніміз не? Дұрыс, балалар, дара етістік бір сөзден тұрады. Ал күрделі етістік дегеніміз не? Күрделі етістік екі сөзден тұрады екен. Жарайсыңдар, балалар. Енді балалар, әрі қарай біздер мәтінмен жұмыс жасаймыз. Алдымен мәтінді оқимыз, одан кейін мәтіндегі етістіктерді табамыз. Ал мәтінді оқиық. Бір топ торғай ұшып келіп, ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді. Бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Бұтақ нешеу, торғай нешеу? Балалар, мәтінді оқып болдық, енді бұның ішіндегі сұраққа жауап береміз. Бұтақтың нешеу екендігін және торғайдың нешеу екендігін анықтайық. Ал ойланып қарайық. Ал балалар, бұтақ үшеу, ал торғай төртеу. Дұрыс айттыңдар, балалар, жарайсыңдар. Енді мәтінмен жұмыстан әрі қарай етістіктерді табамыз. Дара етістікті және күрделі етістіктерді анықтайық. Күрделі етістіктер: ұшып келіп, қонып еді, жетпей қалды, қонып еді. Бұлар күрделі етістіктерге жатады. Ал енді біздер дара етістікті тауып көрейік. Қонды және қалды. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма алдарыңызда зат есімге байланысты суреттер берілген. Осы суреттерді көп нүктенің орнына қойып айтып шығайық. Енді не құйды? Су құйды. Кім көмектесті? Бала көмектесті. Не екті? Гүл екті. Не ұстады? Доп ұстады. Енді балалар тексеріп көрейік. Дұрыс, балалар, жарайсыңдар. Келесі балалар енді жұмбақ шешіп көрейік. Алдымен жұмбағымызды шешеміз, одан кейін жауабын табайық. Көп ине, бір сабағы жоқ ине, іс тікпей. Балалар, келесі тапсырмамызды оқып көрейік. Берілген етістіктерді оқып, үлгі бойынша айтып көрейік. Алдымен оқимыз. Байлады, шашты, жапты, үзді, ашты, жинады, жалғады, шешті. Енді үлгі бойынша жұмыс жасаймыз. Байлады, шешті, шашты, жинады, жапты, ашты, үзді, жалғады. Жарайсыңдар, балалар. Енді тексеріп көрейік. Дұрыс, балалар. Енді балалар, сөз жұмбақты шешейік. Алдымен сөз жұмбақты оқып, шешуін табамыз. Таудан ағып жатқан табиғи су.
Қарға тұқымдас алақанатты құс. Сан. Аң патшасы уақытты білдіретін зат. Енді балалар, ойланайық. Енді балалар, тексеріп көрейік. Дұрыс, балалар. Енді шешуін бұлақ, сауысқан, төр, арыстан, сағат. Шешуін оқып көрейік. Барыс. Дұрыс айттыңдар, балалар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақтан нені білдік? Бүгінгі сабақтан дара және күрделі етістік туралы білдік. Дұрыс. Мәтіннен дара және күрделі етістіктерді анықтадық. Жұмбақ және сөз жұмбақ шештік. Балалар, бүгінгі сабаққа белсенді қатысып тексеріп көрейік. Дұрыс, балалар. Енді шешуін бұлақ, сауысқан, төр, арыстан, сағат. Шешуін оқып көрейік. Барыс. Дұрыс айттыңдар, балалар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақтан нені білдік? Бүгінгі сабақтан дара және күрделі етістік туралы білдік. Дұрыс. Мәтіннен дара және күрделі етістіктерді анықтадық. Жұмбақ және сөз жұмбақ шештік. Балалар, бүгінгі сабаққа белсенді қатысып